Ассалаумағалейкум достар, Алпсоқ подкаст. Көп үзілістен кейін тағы оралып отырық. Енді жұмыс анау мынау. Негізгі жұмыс осы болмағаннан кейін кішкене тұрақты болып қалған жайымыз бар. Кешірім сұраймыз. Бас тақырыптар UFC Баку ең бірінші тақырыптардың бірі Азаттың жеңілісі. Яғни әділетсіз жеңілісі деп бастайық. Обложка нелді жазып қоясың. Азаттың жеңілісіне кім кінәлі деп жазып қояйын. Олай емес. Олай дұрыс болады сияқты. Азаттың жеңісін Хабиб Нурмагомедов тартып алды дейсің. Көп болып кетеді сияқты. Хабиб Азаттың жеңісін, Хабиб қазақтың жеңісін тартып алды дейсің. Дәл солай болады, солай әдемі кетеді. Енді жекпе-жек жайлы айтатын болса қалай? Турнир Бакудегі ең алғашқы UFC-дің. Күшті. Саған қалай? Әдемі жағдайда неде өткен, атмосферада жақсы деңгейде өткен. Көріп отырып қой, жаңағы кімдердің азаматтың өзі барып келген, жақсы барып келген кешегі. Бірақ енді турнир стадионда өткесін кішкене жаңағыдай алыстан болып тұр, көп кадрлардың. Сол себептен де бірақ көрдіңгі соңғы айқастың соңында кетіп қалған. Барлығы кетіп қалған. Енді ол дейтін. Сен де көрген жоқсың ғой? Мен де көрген жоқ. Не қалдысың? Жоқ, енді сен ана жерде отырсың ғой, если ана жерде отыратын болсаң. Шаршайсың ана жерде. Шаршайсың. Ол да сірә енді, бірақ мана таңертең кешкі UFC деп бастап жүресің. Алттан басталады UFC? Алттан басталды ма? Жоқ. Сол жақта 6-та басталды, 8-де басталды ма? Білмеймін қаншада басталды. Бізде 9-да басталды. Онда ол жақта 7-де басталды, 2 сағат қой. 2 сағат барды. Бакудың арасы 2 сағат. 7-де басталды, примерно 12-лерде, шамамен 12-лерде, 1-12-лерде өтті. 1-де өтті. 12-ден кете бітті ғой. Біздегі нелерде жергілікті. Бұл жақта кім қалып жатыр енді? Жалпыда енді. Соңында енді нені сақтау керек? Бізбен UFC-ді, жоқ, бізбен UFC-ді. Енді негізгі тақырыпта Азаттан бастай берейік. Қалай ойлайсың, Азат бұл да жеңді ме? Менің ойымша енді кішкене басымдықпен енді айтады ғой, енді екі жақты бөлінген шешіммен Азат жеңді деп ойлаймын. Өзім сол себепті өйткені болмаса минимум тең беру керек еді. Мен бұл жерде ең бірінші раундта енді беріп қойғанын көрдік қой. Ең бірінші раундта беріп қойды. Енді өзі ашыла алған жоқ. Енді екінші раундтан бастап уже не алып бастады да, жайлап күш алып бастады. Өзінің тейкдаундарын көрсетті, тейкдауннан қорғануын, жақсы қорғанатынын көрсетті. Уже үшінші раундта уже раундты алды да. Сосын мен ойлағам, яғни кімге, Азаттың енді кімге қарағанда, Тагерге қарағанда болашағы зор ғой, енді жас жауынгер. Сол себептен мен Азатқа беретін шығар деп ойладым. Өйткені сосын яғни екі жақты перспективасы бар жауынгер. Азат жас жауынгер. Жас жауынгер ретінде. Соған келеді деп мен сол себепті солай жеңеді деп ойладым. Бір жағынан сосын жаңа өзінің жаңағыдай кімге, Тагерге қарсы, Хабибтің командасына қарсы осындай деңгейде өнер көрсеткенінде уже енді UFC-ді бір таңғалдырды деп ойладым. Сол себепті бұл айқасты Азаттың кішкене басымдықпен жеңісіне берген болатын. Алайда енді бұл жерде айтқандай интернет шолап жатыр ғой, медиа Хабиб тартып алды дейді да? Хабиб тартып алды дейтін кездесің ба? Жоқ, Хабибтің енді бір несі болды ғой. Бұл жерде енді жаңағыдай андай әңгіме ғой. Хабиб болды. Бұл жерде Хабибтің командасы ретінде енді кішкене соңында бір аурасы тек кеткен сияқты білем. Азатқа бұл жерде енді бір Хабибтің өзі емес, Ислам паунд фор паунд чемпионы екеуі де жүрді енді бұл жерде. Оның да бір әсері бар сияқты білем. Енді бұл жекпе-жек жайлы сен қалай толық көрдің бе бұл жекпе-жек жайлы? Толық көрдім. Жаңа осының алдында бір қайтарып шықтық қой. Нарезкілерді көрдік. Менше былай болған сияқты. Азат енді жаңа қарадық қой енді екеуміз. Енді бір анықтап дұрыстап қарап отқан кезде. Кәдімгі солай айқай шу шығарып жеңетіндей жеңіс болды ма деп ойлаймын да. Шынымен Азатқа сондай уверен айта аламыз ба? Хабиб, сен біздің жеңісімізді ұрлап алдың. Хабиб, сен адам емессің. Хабиб, сен оңбағансың деуге келе ма деген сұрақ менше келмейді сияқты. Азат жеңді деген спорный бой. Олардың көздерімен олар жеңген болу керек. Біздің көзімізше де біз Азат жеңді де. Бірақ енді бізге ол
жаңағы басында бірінші екінші раундта Азат көп соққы өткізіп алды ғой. Иә. Арақашықтықты ұзартып алды, сонымен жеп кетті, не кетті. Артқы ударларда барлығы да кетті ғой. Сол кезде біз жалпы енді біз Хабибтің ана жерге Азат біз атақты емес қой біздің жігіттер. Иә. Дәнеш ағай болсын, Нұруддин ағай ана жерде жүр ғой барлығы. Иә. Ана жерде Хабиб UFC тарихындағы топ 5 қой енді. Біреулер үшін 1, біреулер үшін 2, 3. Ислам қазіргі паундтан бірінші номерде. UFC-де қазіргі таңда Исламнан мықты жауынгер жоқ. Иә, дәл солай. Екінші Омар кеше дуалишпен чемпиондыққа шықты. Оның командасы, эрасы, бүткіл барлығы Әзербайжанға жақын деймін. Бүткіл Әзербайжанға келді, көрді. Соларды тоқтатқанына халық риза болды. Иә, ол да бар, иә. Менше жеңіс деп соны айтқан сияқты да. Көрдің бе? Жеңіс, міне, Хабиб. Простой, Азат. Трэш-токта жасамайды, Қазақстан ішінде де үндемейтін жігіт қой. Сол бүткіл Нұрмағамбет бар, тоқтатты. Бізге сол впечатление соған алып кетті да. Ал бір прогиб лақтырғаны, не лақтырғаны. Бір күрес бермеген күрес. Соған, біз соған естедік, былай жалпы былай болды. Бойда бір кімнің кішкентай жеп ударлар есте қалмайды, тек ана прогиб кетті соңғы нелерді де. Бірақ мен біздің кейбір Қазақстанның жекпе-жектері кім жалғасты, Азаттарды да кешегі Джонсонмен шықты жеңіліп қалатын кезде де. Ана ұзынмен. Джонсонмен жеңіліп қалатын кезде де. Соңғы раундтарды алды да. Төреші сол кезде соларға қарайды да. Соңғы раундтың соңғыларында Азат беріп қойды, сондықтан жеңіліп қалдық деп айттық та. Иә, осы да сондай болды ғой. Иә. Тағы да бір жекпе-жек, Тамирдің жекпе-жек, оның алдында соңғы раундтарды беріп қойдық. Соңғы раундтың соңғы секундтарын алатын болса, UFC соған қарайды дейміз. Ал мына жерде 3 раундта да Азат соңында зрелище төбелесті де. Біреу 3-0 беріп жүрген судья. Әңгіме негізі сол жерде. Азаттың победасында емес, Азат 30-27 берген. Иә, 30-23. 3 раунд бойы анаған берген деген сұрақ негізі соған. Енді жалпы адамдар, жалпы былай халық, ММА көретін халық Азат жеңді деп тұр. Мен точно білмеймін. Менше өзімше жеңген сияқты болды. Одан тағы қарадым, нече сияқты болып көрінді. Соңғы раундтарын енді түсініксіз ғой UFC-де. Кейде былай береді. Ладно. Бірақ 3-0 дейтінге эксперттер енді айту керек қой. Жақсы, екеуміз экспертіміз, халықтың атынан былай сөйлеп отыр қой, жай көрермендер ретінде. Ал эксперттер айту керек қой. Вот, міне 3-0 дейтінге өсім құртты. Сол ма? Сол ма? Бар ғана қоса бақ та? Алай бар? Жоқ, таста оларды. Ол жетеді, бетон жетеді. Бля, сол ма? Басқа зарядка жоқ па? Неге? Бармайды оның ішінде. Мұнда салып етіп тұр, сен көре. Дешевый зарядка ма? Сол ма? Шықпайтын зарядка. Басқа батарейка жоқ па? Басқасы жоқ болып тұрған. Мына ше? Қосылған да. Аламыз. Сонда қойдан қосасың бәрін? Сонда қойдан қосасың үшеуіңді? Қостың, ананы қостың. Наны. Он бітті болғанша сөйлегенімізге. Так, не айтып отыр едім? Азаттың жеңілісі. Халық. Халық көзінше енді біз эксперт емес.
жақсы халықтың көзінше біздің көзімізше Азат жеңді деліп біздікі дұрыс. Хабибке жазамыз, Данабайтқа жазамыз, Азатты қалдыр. Азат дәлелделді, тоқтатты, досрочно қабылдады, ешкім қабылдамай жүрген Нұрмағамбетті қабылдады, оған достойный соған бой берді. Ал эксперттер не дейді? Эксперттер де айтып отыр бұл жерде. 3 күн емес деп отыр. Хотя 3-ші раундты беріңдер отыр Азатқа. Азатқа 3-ші раундты беріңдер. Әңгіме сода болды да. Эксперттерде халықта 3 күн дейтінге келіспейді. Кейбір эксперттер нече дейді, кейбір эксперттер тагер алды дейді. Енді біздегі солай адамдар сондай деп отыр. Соған сұрақта мысалға бұл жерде если жеңісті Азатқа берсе қандай болар еді? Лайықты болар ма еді? Ол да под вопросом айқай болатын еді менің ойымша. Оның тарапынан, дағыстандықтардың тарапынан. Мысалы, екеуі нонеймді болса, может, екеуінің атағы бірдей болса, мүмкін сондай болатын еді. Азат жеңсе бұл жерде. Азат жеңсе емес, если осы ойды бер жіберсе деп айтып отырсың ғой сен. Иә. Бұлай жеңсе да, мысалы, соған жеңісті берсе, жеңісті соған берсе, ол сондай айқы болды, оның тарапынан да айқы болатын еді. Кейбір фанаттар, жеңіліп қалыпты ғой. Сен үшін мысалы лайықты болар ма еді дегенім ғой? Меніңше Ничаға жақын. Мен точно айтайын, мен белгісіз, мен точно айта алмаймын. Басында Азат жеңді деп болды. Реально ол шындығын айтқаныз. Қазір кейбір сәттер тагер удары көп болып кеткен сияқты. Мен точно айта алмаймын. Соққыны көп жөріп қойды, ол рас. Бірінші раундтарды тегдаун Азат жасаған жоқ. Бірінші раундта берді. Бірінші раундта Азат беріп тастады. Мына жерде таза ММА эксперт болғанда соларға может айтатын едік те. Қазір көрермен тарапынан айтып отырық қой. Мысалы бірінші раундта мысалы Азаттан тегдаун қосылған жоқ. Азаттың удары тегдаунға қарсы дейтін понятие болмайды шығар деп оған ұпай бермейді ғой. Жоқ, бермейді Просто ол көрермендерге қызық. Хабибке просто сен Хабибке жеңіп қала бер. Мысалы сен оны күресін кіргізбейсің, болды, сен ұтқандай ол есептелесің ғой. Сол сияқты, бірақ сен стойкада жіберіп қойды Азат. Дистанцияны жақындады. Содан кейін екінші раундта да қиындау ғой. Екінші раунд, мысалы үшінші раундта сабап жүріп, қуып жүріп, қаңғын жоса қалып үстіне шығып алып ұрса, или клинчикке тұрғанда да барлығын ұрса да. Ол анандай, ол точно біз есептей алмаймын да, мен сондықтан ештеңе айта алмаймын да. Мысалы апперкутты берді ғой. Ол жерлерді мен халықта шулап атқан жоқ. Бірақ мощный ударлар менің ойымша Азаттың тарапынан кеткен сияқты да. Бұлай жай сырт көзге бұлай қарап отырса, бұлай бір-бірін бүйтіп атқан сияқты. Сол жерлерде көп болған сияқты. Сондықтан да эксперттер солай айтқан сияқты, Азат жеңді деген сияқты. Қазір сырт көзге бүйтіп қарап отырсаң, тагерлердің алыстан лақтырған соққылары жақсы да, бірақ жақындап қалған кезде Азаттың соққылары көрінбей қалып жатыр. Бірақ енді бұлай қарап отқан адамдар біледі ғой нағыз. Сондықтан солай негізі қызық болды. Қызық жекпе-жек болды. Бұл жерде Азат өзінің енді жай UFC-ге жай келмегендігін дәлелдеді дейсің ғой да. Енді болашағы не болады? Мысалы сен кешегі ертең бір жекпе-жегі қалды ғой Азаттың. Ендігі болашағы қалай болады? Бұл енді шығарып жібере ме әлде тағы? Менше шығармайтын сияқты. Азат енді осыдан жеңіліс енді Азат жай біреуде жеңсе мынандай шум болмайтын еді. Жай бір Джошуа Ван демей қойын. Топ 15-тікке кірмейтін біреуде жеңсе, ондай шум болмайды. Просто Азат жеңіпті деп посттар шығады, лайк басылады, ондай бум емес. Азаттың енді бычыт болып жеңілсе онда жеңіп қалды деп айтатын еді. Азаттың жеңісін Хабиб ұрлап алды деген не шығып жатыр да. Ол Азатқа плюс қой. Медиасына плюс, үлкен плюс. Оны Камил Гаджиев айтып жатыр. Оны былай қарап отқан адам, оны дагестандықтар қалайды. Жүзі қойна дейді. Қалай ол бойды қарамайды ғой негізі. Қарайтындар қарайды, қарамайтындар деп барлық Азатты таныды дейді. Кеше Исатай кім армандарды
мен бұған дейін көріп келдім әркімнің ойын. Кім енді анау орыстардың тарапынан айтып отыр ғой. Азатқа плюс болды дейді, үлкен Медин көтеріп алды дейді. Россияда бәрі таниды дейді, ММА көретін, таза ММА көретіндер уже бәрі таниды дейді. Бекзатқа қарағанда Азатты көп таниды, өткен спорный болды дейді. Бекзат енді базар жоқ шықты, бірақ андай айқай-шу болған жоқ. Айқай-шу болса сол жерде де қарайтын еді ғой, Омарға деген сияқты. Мына жерде Тагирге үлкен дау болды, ол маған біз үшін күшті ғой, фанаттар үшін. Енді смел түрде айтамыз. Баяғыда мен осыны айтайын. Жалғаспен кімнің жекпе-жегі болды? Тагир ма? Тагирдің жекпе-жегі болды. Ол кезде олар ашуланды. Бізге нормально болып қабылдады. Жеңді дедік, айттық. Жалғас жеңді біз үшін. Оларды енді мен тұрып, біздер басқа біреулер тұрып, мынау Жалғас жеңіліп қалдың. Мысалы Айбек ағай тұрып, Жалғас сен жеңіліп қалдың, лайық емеспіз деп айтқан жоқ қой ешкім. Олар Хабибте тұрып айтпайды ғой. Тем более мына бойға быт-шыт қылып отырсам, может, білмеймін енді. Ол Хабибке ренжитіндей зат емес сияқты. Ол бүгінгі бойдан емес Хабибке ренжитіндер. Просто мен мана айттым ғой, саған айтып жүрмін ғой. Ол Хабибке оның алдынан бері ол былай жақсы көрмейді да. Жыны келмей ақ қойсын, бірақ Хабибті ондай жақсы көрмейді. Семерді санайма уже. Ол оның алдынан енді қазір жаңа Конордың нелер жанкүйерлері көп болып кеткен сияқты, соның заманы келіп отырған жоқ па? Қайта. Конорда жанкүйері қалды ма дейсің ғой? Білмеймін, өзің қалай ойлайсың? Жоқ, мен байқағаным көбінесе уже Конордың кезінде Конор айтып кетіп еді, Конор бақсышы. Кезінде дұрыс айтып кетіп еді. Жириновский айтты деген сияқты. Дәл сондай айтып кетіп отыр да. Конор ана кіріксе деп дұрыс айтты негізінде. Деп кәдімгідей посттар кетіп отыр да. Сенің лишний өз басың. Хабиб не істеу керек еді? Бұл жерден өйтіп айта алмаймын. Өзінің жеңісі, ол жерден де ол тікелей айтқан жоқ қой. Берің мына Тагирге деген сияқты қылып та. Жоқ, ол тікелей емес, былай жаналап айтты ма не сонда? Жоқ, олай да айтқан жоқ қой. Жалпы айтып отыр да енді. Сен былай айтқан жоқ қой деп былай айтайын деп отқан адам ұқсап айтты. Жоқ, енді мойындап отырған жоқ ол жерде. Мойындап отырғандар жоқ. Қалай мойындайды оны? Хабиб тұр, мен інім жеңіліп қалды демейді. Өзіміз неше болу керек еді кемінде деп отырсақ оны. Бұл жерде енді айту қиындау. Хабиб өйтіп айтуы да дұрыс емес, айтпайды да ғой. Сен болсаң да айтпайсың ол жерде. Жоқ, мен мына ойды, если мен Хабиб, Тагир біз жақтан Азат болса, мен тұрып қасында Дәнеш ағай тұрып айтпайды ғой. Азат жеңіліп қалды, бере сал, микрофонды жұлып алды. Болса ауылдағы немес қой, Қазақстан ішіндегі аса емес, не емес. UFC-де жүрсің ғой. Ол біреулер солай айтты. Жақсы айтайын, олай дейтіндерге бір жауап берейін. Біз енді Шафқатты Хабибтен жоғары қоямыз ғой. Шафқат дейтін. Дагестан Хабиб қалай көреді, бізде Шафқатты? Солай көреді. Соған жақындатамыз. Енді Хабиб өзін дәлелдеп тастады, енді Шафқат аз қалды ғой енді. Жоғары қоямыз ғой, там жоғары Головкин дәрежесінде. Мысалы Бағдат Жуаныш пен Қазбек Саған төбелесті. Көп жанкүйерлер Қазбектің жанкүйерлері Қазбек жеңді деді. Көп жанкүйерлер Бағдаттікі Бағдат жеңді деді. Сосын средняк жанкүйерлер, эксперттер Бағдат жеңді деп айтты да. Бірінші жекпе-жегінде. Сол кезде кім тұрып? Залда Асқар, бәрі де Асқар негатив болды. Сол жерде тұрып, Шафқат тұрып. Қазбек, сен бауырым жеңілдің, мен шындыққа тура қараймын. Ана қазақ бауырым деп бетіп бермейсің ғой. Олай Шафқат жасаған жоқ қой. Жасамайды да ғой, ол бойға ол дейтін, ол судьялар қалдырды, ондайдың көкесін көріп жатыр. Барлығы да жүр ғой, ондай моменттер көп болды деп есептеймін. Ардақтың кезінде де, Ардақ Назаровтың кезінде, Қуат Хамиттің кезінде бәрін углына шыққанда спорный бойлар болды. Оның барлығына Хабибті мен қорғап жатқаным емес, просто жазған. Бірақ дұрыс, Хабиб солай жазу керек. Азат үшін плюс Азат жеңді деп. Бірақ соңғы уақытта андай Хабиб туралы көбіне негатив жазылып кетті, білесің ба? Тағы қырғыз бауырымыз Мақтыбек, Оралбай. Мақтыбек четко. Бәрін айтып тұр. Қалай Мақтыбекті айтшы ал. Қалай алдыңғы жекпе-жекті не өзгерді саған? Не өзгерді дегенде ол енді бірінші
алдыңғы жекпе жегі болды ғой, шайқасқа толы, қанға толы, енді жеңіліп қалса да бірақ өзінікін, то есть мықты екенін көрсетті да. То есть вот мен мықтыбекпін дегендей қылып та, мені біліңдер деген мағынада өзін көрсетті да. Содан кейін уже келесі шайқасында, осы қазіргі соңғы болған айқасында ол кімнің, әзербайжандық жауынгер Тофикпен шықты. Ол кезде уже алдыңғы жекпе-жегін қателеген қайталамас үшін бірден ашық айқасқа кірмей өзінің істейтін істеп жеңіп тастады. Кім сияқты ғой, кеше Шафқат сияқты айтқандай. Спокойно жеңді. Иә. Бірақ айтады ғой, жаңа кеше сұрақ қойып отыр да Дана Уайтқа. Енді кімнің Мықтыбектің болашағы не болмақ? Ол енді не чемпион болғысы келеді деп айтып отыр да. Сосын Дана Уайттың айтып отырғанында айтады да, қалай чемпион болады? Ол тіпті салмақ жасаған жоқ қой, ол қалай чемпион болады деген сияқты. Салмақ жасамаған ба? 75-те шықты екеуі. Ондай бола ма не өседі? Солай білмеймін, неге 75-ке шықты ма? Серьезно? Мен сол кезде қолым тимеген жоқ. Салмақ өлшеулер тек азаттардікін қарадым. Мен толық қараған жоқ, қайсысы екен, біреу жасалмай қалды. Сосын екеуі 75-ке келісіп 75-ке шықты. Сосын айтып отыр да, қалай чемпион болады? Бірінші салмағын келістіріп алсын деп айтып отыр да. Онда кім жасамаған? Сол Мықтыбек сияқты, иә, сондай сияқты. Аны карта просто Азербайжан болсын деп сақтап қойған ғой. Анау үшін дебют па? Анау дебют Райзенің бұрынғы чемпионы Тофик. Сол айтып жатты. Сосын Мықтыбек деп қалды. Біз Қазақстанда болса бәрі сөйтіп жатыр сияқты. Бәрі 75-ке далына. Бірақ алда уақытта 77-ге шыққысы келіп жүрген сияқты кім Мықтыбек. Солай ең бірінші, иә, 77-ге шықты ғой. Дастан шығып кетті. 77-ге шамасы жетпейді. Иә. 77-ті білесің, қасқырлар ғой. 70-ке нормально, бірақ 70-ке жақсы әдемі. 74-ке жақсы болып тұр ғой өзі. Не ол емес. Негізі арасы 7 килограмм. Жоқ, бірақ енді бар да, несі, потенциал бар жауынгер. Енді 70-ке мен осы кеше соңғы рет ана жеңді ғой. Иә, жеңгеннен кейін бірінші ислам жеңеді деген андай неде болдық қой. Менде де болды, ислам алына жетеді деді. Мен Нұрсұлтан Рузубаевқа да сондай болды. 84 алап бәрінде болды. Жоқ, 77-тен өсті ме? 84-те өлестен басында. Сонда ой болған. Мынау бетон, мынау монстр екен, мынау қазір көрсетеді деп. Бірақ кішкене ақыл жетпей қалды сияқты қалай ойлайсың жалпы? Енді тәжірибе ғой. Ақыл дейтін тәжірибе. Тәжірибе деген, иә, тәжірибе. Андай менеджер жағынан да, мысалы осымен төбелес деген сияқты. Бірақ түрі типаж да. Иә. Монстр. Қырғыздар. Баяғы красавчик. Қазақша сөйлеп, енді орысша сөйлеген. Қазақша қырғызша. Қырғызша сөйлеп тұр да? Иә. Орысшаны сөйлеп тұр. Ағылшыншаны сөйлейтін шығар. Ағылшынша енді қатты емес сияқты. Ол ағылшында, ол Америкада тұрады шығар да? Америкада тұрады, келіп тұрады. Ана келіп тұрады ғой. Ажырас күтпеген жай. Тарқатып жүрмеген жай сен ясың. 98 жылы бола ғой еще. Мықтыбек па? Серьезно? 98 жыл. Ё-моё. Қателеспесем сондай 98, енді үлкен жігіт емес анау. 96-98. Шамамен. 80 емес пе? Жосын. Хайптың 4 жас үлкен емес пе? Ондай ол да бар мүмкін. Сол жігіт шықты, енді болашағы бар. Бірақ енді жаңа Дана Уайттың айтқаны кішкене не болып қалды да. Иә, ол көзқарасына дұрыс келіспейді деп ойлаймын. Бірақ по-любому енді Қырғызстанның бәрі шығып тұр. Любой чемпионатта да. Любой лигада, любой неде. Кеше ертең енді кімді төбелеседі Қырғызстаннан Диармен төбелеседі. Оран. Зал толды ма, неде? Толды. Точно. Толды. Төбе жақтар толмаған сияқты. Жоқ, түгел толды. Бір қарап өткенде сондай болды. Солай ма, сен соңғы жағын мен так, бля, мен баратын едім. Иә. Короче, мен негізі баруым керек еді. Просто билет қымбат болды да. Иә, билет минимум 250 мың. Жоқ, 50 мың қалған болдар ол. Әлде ерте алып қойған бекен. Әлде алыс орыннан бекен. Білмеймін, біз 200 мың дедік қой. Неге өттік? Дұрыс қарамадық па? Дұрыс қарамаған сияқты. Біз ана жерден. Бәлә, мен 50 мың болғанда алатын едім. 50 мың болды дейді. Алатын едім 50 мың болғанда. Жоқ, мен де мен алдым да мен. Жоқ, билет арзан болды да. Иә. Билет біздің Ақтаудан қатынап отырған. Ақтаудан енді 50 мың, барып келесің 50 мың, гостиницаң. В общем, 50 мың болса 200 мың үстінде, бірақ UFC-ді көріп келесің сен. 250 мың шарып келесің. Мен сол кезде былай жұмыста шығып тұрды. Сояқтан ба? Съемка шығып тұрды, иә. Именно сол 22-23 ма? Сол күндерді. 21 болды. Бүгін келе жататын Бакуден. Жоқ, бірақ енді ол кезде мен оның бірі ма, білдім мен соны?
Әзербайжан деп атын ба? Иә. Жоқ, Баку сол не уақытта 21 болатын да. Мен содан кейін билет қарадым. Мен де бір қарадым сол кезде. Оның алдында қарадым. Содан кейін 70 мың болып кетті. Қой дедім соны. Давай онда аяқтайық. Әліби туралы айтайын. Әліби туралы бар екен. Әлібидің жекпе-жегін несі кинопоиск әдейі сатып алдым. Исатай несін аудардым деді ғой қазақшаға. Күшті, әдемі шыққан. Ол несіне өзі былай ұялып не істеп жүрдім. Озвучка жасай алмаймын анау деген сияқты. Бірақ енді бәрі де солай ғой. Бәрі бірдей сияқты ма? Әдемі көріп шықтым өзім. Ұнады өзіме. Сен көрдің бе? Мен көрдім күшті. Жаңа қырынан көру. Қазақша көрген күшті де көрдің бе? Орысша бәрі түсінесің, бәрі не істейсің ғой. Бірақ қазақша жүректен шығып кетіп бәріне түсініп отыр. Енді бұйыртса ертең Әлібимен шығады ғой. Әліби ертең болғанда бүгін бұл подкаст қашан шығады, ертең шыға ма? Білмеймін. Бірақ Донченко монстр екен. Ё-моё, төбелесін көрдің ғой Донченконы. Рас бол, 2001 жылы болады. Өзен қатар болады. Біз жүріп дейсің ода. 23-темін деді ғой. Ананы прямо айтып тастады ғой. Анау не істерін білмей қалды. Ол Донченкоден найзада шыңдалып шықты ғой. Ана қырғызбен шықты. Құдай бергенді жеңді. Ақтауда шықты. 5 раунд 2 рет өткізіп тастады ғой. Өткізіп тастады. Бәрін көрген ғой андай. Ол мына уровень өтіп кеткен. Иә. Ана уровень. Ол UFC-дің чемпиондығына арманы соған. Иә, топ 15-ке. Арманы да, арманы. Достойны ғой. Бұйыртса енді өзбекпен шығады ғой. Кім еді? Фурқатбек па? 25 дейді. Не жеңген сияқты ма? Жеңген сияқты енді кім кеше Нұрбек Қарабаланы айтуы бойынша айтады ғой кеше турнирде. Менше прогресс болмай жатқан сияқты Әлібидің тарапынан болып отыр ма? Болмай жатқан сияқты. Если оны желіп қалған дейсі. Жоқ, енді кеше айтып қойды ғой, сосын айтып тұрған ғой Нұрбек Қарабал өзі енді. Көріңдер. Иә. Айрат деп па. Сұрап алып айтып жүру деп отыр негізі. Бізде контракт жоқ. Біреулер бірде айтып отыр екен, мынау жеңді, финалға дейін барды, барған жоқ деген сияқты. Сонымен көреміз. Сосын не, Аига туралы айтып кетесің. Вот, Аига туралы айтайыншы. Короче, бізде грэплинг бар ғой. Иә. Грэплингтен айтайыншы. Соткым қосылғанша. Так, в общем, бізден грэплингтен грэплинг бізден жақсы дамыған Аига. Лига ғой, типа UFC, найза дейтін сияқты. Бұлай түсінбейтіндерге айтайын. Соның қазір күте тұрмын, мына жерде мен группа қосып еді. Жүлде қоры командалық жарыс қой. Жүлде қоры $1 миллион ғой Аиганың. Ойла. 28-і, 29-і Алматы қаласында өт. Тікелей эфир YouTube-та өт. Аига Champions Лига дейді. 28-29 осы айда. ADCC, IBGF, UW1FC, 1FC бар. WNO әртүрлі ереже бір таматиде дейді. 7-7 форматында әр белдесуді шешуші жеңіске 4 жекпе-жектен басынан түскен дейді. Кім қатысады дейді. ақш, Еуропа, Бразилия, Азиядан өткен іріктеулердің чемпиондары Дағыстан, Қазақстан миллиондар тамашалайтын командалар дейді. Америка мен Дагестан кім мықты екенін таласып жүр дейді. Қазір ол точка қояды кез келді дейді. Бізді көретін адам дейді Марк Цукерберг дейді. Хабиб Джо Роган қарап шықты дейді. Себебі бұл шындық дейді. Бұл Аига бүкіл күрес әлемі бірігетін жалғыз лига дейді. Бұлай. Бокста бар ғой? Иә. Бокста 5 чемпион болады, 5 лига болады. Біреуін төбелеспейді, кеше әлем қаланауын Чарломен төбелесті деген сияқты. Сосын Аса, Найза, UFC дейтін чемпиондардың бірлі төбелестіре келеді ғой. Беллатордың чемпиондар Ислам мен Резниковты деген сияқты да. Бұлар бір-біріне жақын лигалары ғой. ADCC дейтін, One Championship дейтін, Аиганың өзі жасайды. Соның барлығын бұрын әлемде болмаған Қазақстанға жинап отыр ғой. Чемпиондарды. Бүткіл лигамен сөйлесіп, Америкадағы One Championshipпен сөйлесіп. Кім грэплингті көреді әлемде? Любой. Соған үлкен турнир. Турнир ғой. $1 миллион. Алматыда жасап отыр. Алматыда жасап отыр. Қазақстанда.
деп ұрып айтатындай болып тұр ғой. Қарашы, үкіметтің бір тиыны жоқ. Менің ойымша солай. Өйткені үкімет жарнама жасап отқан жоқ қой. Ол жекеменшік лигаға ғой, үкімет не қылсын. Үкіметтен бір тиын шықпайды. Бүткіл звездаларды алып келеді саған. Барлық нелерді алып келеді. Көрерменді алып келеді. Грэплингте қатысатын балаға дейін бұл турнирді үздіктерді, әлемнің Криштиану Месси дейтіндердің барлығын бір неге ойнатуға грэплингтар, джитсу тарапынан барлығын командалық жарыс. Үлкен сумасшедший жарыс болады мынау дейтін бар ғой. Турнир дейтін. Ё-майо, мынаны бар ғой, мынау жарнамасы тым әлсіз болып отыр. Өйткені бұлардың көрермендері қазақ емес. Көрермендері америкалықтар. Бұлар америкалықтарға жарысып отыр. Ертең шығады бізден Бекзат Қапашев шығады. Шығатын болды. Уже өзіміздің мықты жігіттер шығады бізден де. Уровень көреміз. Жеңсе де жеңілсе де сол жерде өнер көрсетеді. Әңгіме сұрақ дагестандықтар мен американдық қазақтар, тағы да нелер деген сияқтылар, бразилиялықтар осы жерде точкасын қояды ғой. Кімнің мықты екенін ол көрсетеді. One Championship'тер қайсысын көреміз. Қызық болады. Мен барғым келіп отыр еді, бірақ болмай. Кіру тегін дейді еще, ойлашы. Не істейсің сен барасың, көресің, әлем жұлдыздарын көресің. Просто так саған жағдай жасап отыр. Мына аяқтан үкімет UFC-ге ақша салып отыр. Алдын алар өзімен өзі жасап отыр да. Түсіндің бе? Өзімен өзі кәдімгі. Енді грэплинг қазір трендте ғой. Трендте, Олимпиадаға кіру. Тіпті мына UFC-дің өзі UFC BJJ деп ашып отыр. Жаңадан лигада. Сондықтан мынау дейтін шоу сияқты. Өтте айтайын бека. Өтте жоғары деңгейде болады. Берсе Алла қаласа мынау дейтін мен барынша кешігіп қалдым мен. Ол жігіттерден ұялып тұрмын. Жарнама жасау бізге айтқан. Қай жерден көреміз оны біз? YouTube'дан көреміз. Кәдімгіше. Біз алып соққан несін жалғаймыз, жазамыз сол кезде давай басталды деп. Бірақ дейтін мынау кәдімгі. Мына жасап отқан жігіттер өте мықты. Футболға Оқжетпеспен Каспий Атыраудың ойына миллиард теңгелер бөлініп жатыр. Жылдық бюджеті бәленбай миллиард теңге. Просто легионерлерді ойнатып, көрерменде жоқ. 300-400 адам отса қуанасың. Ешкім бармайды. Балдарға ештеңе салып отқан жоқ. Соны келеді. Сөйтіп айтады ғой. Футбол номер 1 спорт жоқ. Бізде футбол номер 1 спорт емес. Футбол номер 1 спорт болатын болса, жеке адамдар, бізден жеке адамдар команда ашу керек. Халық лық толып отыру керек. Бізде ондай спорт бар ма? Жоқ. Бізде номер 1 спорт ол ММА. Жеке адамдар қалтасына қаржы шығарып төбелестіреді. Бір тиын үкімет ақша бөлмейді. Бұлар өз арена толтырып, рекламасымен өздері айналысады. Әлемдік жұлдыздар да келеді, Сихуда сияқты. UFC-ге барады да. UFC-ге барады, халық дәрежесін көреді футболдың. Сен әлем чемпионатына шықпақ түгіл сен Словенияны ұталмайсың. Простой ел ғой Словения. Қорқатын ел емес қой. Өзбекстан шығып отыр Қазақстанда. 800 миллиард